Сәлем достар, қазіргі кезде хит болып жатқан десерттердің бірі шоколадты құлпынай дайындаймыз. Ең алдымен құлпынайларымызды тазалап жуып алғаннан соң морозильникке 10-15 минуттай шамалы қатырамыз. Одан соң шоколадты ерітеміз. Қатты ерітпеңіздер, осындай шамалы ғана ерітсеңіздер жеткілікті. Содан соң бізге осылай арнайы қорап керек, және де осындай бамбукты шампуралар пайдаланамыз. Ең алдымен шампураларымыз ортасынан кесіп алдым. Одан соң құлпынайға жақсылап қадап аламыз. Кейін шоколадымызға малып аламыз. Еріген шоколадтарымызды шамалы шұңғылда ыдысқа құйсаңыздар, жұмыс жасау барысында қиындық туғызбайды. Мінекей осылай бір малып алғаннан соң қасықтың көмегімен шамалы ғана жан-жағына жағып шығамыз. Осылай арнайы қорапқа осылай дәл осылай қадап қоясыздар. Сол кезде шоколадтардың өзі әдемі болып бір-біріне тимей жақсы қататын болады. Мінекей барлығын дәл осылай жасап аламыз. Мінекей біздің шоколадтарымыз дәл осылай бірден қатып шығады. Ең соңында ақ шоколадпен әдемі өрнектер жасадым. Ол өрнектер өз қалауларынша жасасаңыздар болады. Барлығын дәл осылай жасап бірден ұсына берсеңіздер болады. Менде шоколадты құлпынайларды өте асығыс жасадым. Уақыт тығыз болғандықтан өрнектерді әртүрлі етіп жасадым. Ол өз қалауларыңыз бойынша әдемі қылып әсемдеп шығуға да болады. Біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.